Бүгін қазақстандық әскерлер үшін қаралы күн. Осыдан 30 жыл бұрын 7 сәуір Тәжік-Ауған шекарасында қазақстандық 17 жауынгер ерлікпен қаза тапты. Шабуыл жасаған содырларға қарсы тұрып, қазақ батальонының намысын қорғаған ерлердің есімі ел есінде. Бүгін атаулы датаға орай елдің тыныштығы жолында өмірін қиған ерлердің рухына тағзым етіліп, ескерткіштеріне гүл шоқтары қойылды. Биыл қайғылы оқиғаға 30 жыл толып отыр. 8 жылға созылған ұрысқа 8,5 мың қазақстандық қатысқан. Ерлікпен қаза тапқан батырлардың рухына тағзым ету үшін алдымен 5513 әскери бөлімінің саптық алаңында еске алу митинг өтті. Ерлікпен қаза тапқан ағаларымызды еске алып дәріптеуде үлкен дәрежеде іс-шара өтуде. Осы жастардың бойында отансүйгіштікті сіңіруге, тәрбиелеуге бізге ерекше қолдау көрсетіп жүрген Қазақстан Республикасының ұлттық ұлан 55-13 әскери бөліміне ерекше алғысымызды білдіреміз. 1993 пен 2001 жыл аралығы Тәжік-Ауған шекарасына қазақстандық 2000-нан аса сарбаз бен офицер бітімгерлік миссиясын орындауға барды. 1995 жыл 7 сәуірде Тәжікстанның Пшихавр тау шатқалында әскерлерге тұтқиылдан шабуыл жасайды. Қанды қақтығыста ерлікпен қаза тапқан 17 жауынгердің ерлігі бүгінгі ұрпақтың жүрегінде мәңгі сақталады. Осы орайда даңқ залында шатқалдағы шайқас атты деректі фильм көрсетілді. Сол күннің ауыр да ерлікке толы шындығын көрсеткен фильм келушілердің жүрегін елжіретті. Сол шайқаста 17 қазақстанның сарбаз қаза болып, 33-і жарақат алған. Сол сәттен бүгінгі таңға шейін 30 жыл уақыт өтті. Бірақ бұл іс-шара жылда өтуде. Мынау бүгін биыл 30 жылдық болғаннан осындай үлкен көлемде осындай әскери бөлімнің аумағында өтіп жатыр. Бұл бір мақсаты мынау артымыздан ілескен жас ұрпаққа, мынау сарбаздарымызға патриоттық сезімдерін оятып, патриоттық тәрбиеге жолға көрсетіп, сол мақсатта жасалып жатқан іс-шара. Айта кетейік, іс-шара барысында елдің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, жас буынды патриоттық рухта тәрбиелеуге ерекше үлес қосып жүрген ардагер жауынгерлерге алғыс хаттар, грамоталар мен кеуде белгілері табысталды. Ал рәсім соңы концерттік бағдарламаға ұласты. Махаббат Құсайын, Аңсар Тілепберген, Нұрбол Қыстаубек, 24 News.